Мынаны қара деді ғой. Достар, бүгін сіздермен бірге біз бешбармақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай жылқының еттері керек болады. Және мен осы жерде сиырдың етін қостым. Және осындай бір қазымызды салып, ішіне бататындай су толтырып қайнататын боламыз. Осылай су бататындай қылып су толтырып аламыз. Біздің етіміз қайнады. Осылай қайнағанда көбігін алып, сорпасын тазартып аламыз. Сосын міндетті түрде қазыны жан-жағынан тесіп шығатын боламыз. Осылай көбігін алып төгіп тастайсыздар. Осылай көбігін жақсылап алғаннан кейін жан-жағынан тесіп шығатын боламыз. Өйткені ауалары. Айба, бисмилля. Осылай откройт, абайламасаңыздар. Вот осылай абайлап тесіп шығыңыздар жан-жағынан. Крышкасын жауып, астын жай отта 3-4 сағат қайнатасыздар. Кейін картошкаларын салатын боламыз ішіне. Біз қайнап жатқан кезде осылай ыстық бауырсақтарыңызды дайындап алсаңыздар болады. Өте енді әдемі болып шығады. Егер бұның рецептін қаласаңыздар, келесі жолы осының рецептін түсіретін боламын. Міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Әдемі болып шығады бауырсақтарыңыз. Осылай тұздығымызды дайындап аламыз. Сол үшін біз осы сорып қайнап тұрған еттің майын пиязға құятын боламыз. Және де қамырларды біз алдын ала осылай морозилькаге салып қатырып қоямыз. Осылай сіздер де қатырсаңыздар болады. Қайнаған сорпаға осылай сала бересіздер. Немесе қолдан жайып істей берсеңіздер болады. Мынауда тоже қолдан жайып қайғырылған қамыр. Етіміз пісті. Енді қазір сүзіп алатын боламыз. Мен қазын алдын ала алып алдым, жарылып кетпес үшін. Енді осыны сүзіп алатын боламыз. Картошканы салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осылай пісіріп аласыздар. Етіміз деген үлбіреп тұр прям. Күшті пісіп шықты. Осылай аккуратно сүзіп аласыздар. Етті қалай піскенін көрсетемін қазір, қараңыздар. Бұл деген 3 сағат қайнады. Мынау сиырдың еті, мынау жылқының еті. Мен сорпаның үстіне тағы да кішкене су қостым, өйткені сорпам өте қою болды. Және де кішкене қайнағасы азайды. Сол үшін мен қайнаған су қостым. Енді дәміне қарай тұз қосасыздар. Мен де тұздалған ет болғандықтан мен тұз мүлдем қосқан жоқпын. Су құйсам да барлығы жақсы болып тұрды. Сіздер тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер. Қамырларымызды алып, қайнаған сорпаның үстіне салатын боламыз. Салатын боламыз. Бисмилля. Қамырлары жұмсақ, әдемі болып тұр. Қамырларымызды салып алдық. Енді міндетті түрде осылай жай араластырып тұрамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Осылай арасында бір араластырып тұрсаңыздар жеткілікті. Бисмилля, енді қазымызды кесіп алатын боламыз. Бисмилля. Менде қазыны қалай жасау керектігі туралы да видео каналымда бар. Міндетті түрде қарап шықсаңыздар болады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қазымыз осылай әдемі болып шығады. Етті қазы болып шығады. Алдыңғы видеоларда барлығы көрсетілген. Етті қалай тұздау керек, қалай қазы жасау керек, барлығы бар. Етімізді біз турап алдық. Мінекей еттеріміз осылай ірілетіп турап алдық. Сиырдың етін, жылқының етін. Енді қазымыз осылай турап шығамыз. Қамырларымыз осылай езілмей әдемі болып шығады. Жаңағы морозиліктен шыққан қамырлар. Мінекей қамырларымыз пісті, дайын деген сөз. Кішкене жеп көрсеңіздер болады. Оттың астын бастық. Енді қамырларымызды осылай сүзіп аламыз. Бұрын мамалар осылай сүзетін еді, білесіздер ме? Қазір сол мама өзіміз болдық па, қалай біз. Осылай сүзіп аласыздар да. Осылай бүйтіп жаясыздар. Негізі әр өңірде әртүрлі кеседі қамырды. Біреулер бір өңірлерде целый салады екен қамырды.
ешқандай да кеспей. Енді бізде осылай саламыз енді үйде. Осылай қамырларымызды сүзіп алдық. Енді пиязымызды осылай ұнатып жататын боламыз. Бұл пияз қамырымызда жабысып қалмау үшін керек. Мен осылай енді араларына кішкене жағам. Араластырып тығам ішіне пияздарымды. Сіздер жай ғана бетіне салсаңыздар да болады. Міне біздің бешбармағымыз дайын, осылай толып әдемі болып шықты. Міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сәттілік.